бүгін достар эфирден шықтым. Жаңа эфирде көргендеріңіз болса, оларды бөліссеңіздер. Мен қазір Айбатты күтемін. Айбат эфирден шыққаннан кейін тамақтануға барамыз. Сіздер білесіздер, менің телеграм бот ойыным бар екенін. Кеше мен телеграм бот ойынымды салған кезде көп адамдар өздерінің ұтыстарын жіберіп жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Дәл осы қарқынмен әрі қарай жұмыс жасап, осы астында тұрған сілтемеге өтіңіздер. Қазір қысқаша түсіндіріп кететін боламын. Телеграм боттың ойының жолын салған болатынмын. Көптен өсіріп жатыр екенсіздер. Дәл мен видеода қалай тапсырмаларды орындаймын, сіздерге дәл солай орындап, дәл солай жасасаңыздар екен. Енді одан бөлек әрбір кірген каналдарыңызға мұқият болыңыздар. Ол жерден неше түрлі ақша жеңіп алуларыңыз әбден мүмкін. Таксист келді енді. Керемет енді мықты кондуктор апай отыр екен. Осы кетіп баратыр. Тұрып жатырмыз жындығымын. Осылай, короче, маған посылка келді. Қазір бірге ашып көрейін. Посылка не болады? Кімнен деп ойлайсыздар? Мынау қаншау? Ой, Мигель десің. Міне, біреу мынайға қоямыз. Өзім ай, мөлдіреген көзім ай, дірілеген көзім ай десің. Что за лев этот тигр? Кому? История. Достар, біз Серік екеуміз ойлана келе, көп балалы аналар болса, жалғыз басты аналар болса, немесе материалдық жағынан әбден қысылып жүрген жандар болса, біз көмектесуге дайынбыз. Көп болмаса да, достар, азық-түлікпен көмектесуге дайынбыз. Сіздерге сондай көмек керек болатын болса, дайрекке немесе бұлбұлға немесе маған жазсаңыздар болады. Достар, білесіздер, телеграм бот арқылы ақша табуға болатынын. Ол жерге ешқандай ақша салмайсыздар, тек қана тіркелу, лайк басу арқылы және де өздеріңізге керек ақпараттарды сол жерден толықтай алсаңыздар болады. Аса ссылка тастап кетемін, сол жерге кіріп бонусы білсеңіздер болады, достар. Достар, телеграм. Так, достар, жаңадан бері жатып кішкене ауырғаннан кейін істейтін тірлік болмаған екен. Жаңадан бері айттым ғой, телеграм ботты ойнаңыздар. Мен ойнадым, осынша уақыттың ішінде өз ақшамды шығардым. Ол жерде минимальный сумма 45 000 теңге болады. Соны қазір міне көріңіздер, сіздерде өз ойнап болғанда ақша салмай-ақ сол жерге подписка жасап, тіркеліп, лайк басу арқылы ақша табасыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Қайырлы түн, достар. Болмай кеттім, ал температура деген түспейді. 39 болып кетті уже. Больницаға келмесек болмай кетті уже. Ауырған деген жаман. Аман сағым кеттім ба, жаным шейін. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Кеше ауырып, температура деген жоғары болып, орныңыздан тұра алмай әлсізден жатыр ек. Досым, мына осы жігітті. Хамо досым. Төрішка. Осы жігіттер кеше түнгі сағат 2-де